Бәріміз де қазақ хандығының билеушілері хандар болғанын білеміз. Ал хан атағына тек Шыңғыс ханның ұрпақтары, төре сұлтандары жете алған. Ал қазақ ханды қалай сайлады деп ойлайсыз? Мен қазір бүгінгі сайлау туралы айтып тұрған жоқпын. Мен қазақ хандығы жайлы айтып тұрмын. Көбісі билік мұрагерлік жолмен беріледі деп ойлайды. Мысалға былай: мен өмірден қайтып барам, енді менің балам хан болады. Ура, енді мен ханмын. Менің әкем солай айтты. Ха! Алайда осының бәрі жалған. Шын мәнінде хандарды сайлау арқылы таңдаған. Дала демократиясы. Бірақ осы демократияның өзіндік ерекшеліктері болған. Мысалы, хан сайлауында қара халық қатыспаған. Ал хандарды сұлтандар, билер, батырлар мен ақсақалдар таңдаған. Оның барлығы былай болған: егер де хан көз жұмса, не болмаса халық оны тақтан құлатса, онда құрылтай жиналатын. Құрылтайға сыйлы ақсақалдар, батырлар, сұлтандар келетін. Сол жерде таққа үміткерлер де өздерін таныстыратын. Үміткерлер өзінің мықты және әлсіз жерлерін және болашаққа жоспарларын айтатын. Яғни сайлау алдындағы науқанын жүргізді. Тәуке хан: жоңғарларға жол жоқ. Мінеки, осыдан кейін ғана пікір талас басталатын. Әрқайсысы хан бойынша өз ойын еркін айтатын. Кәдімгідей талқылау болатын. Кейін ортақ ойға келген кезде жаңа сайланған ханды ақ киізге көтеріп халыққа көрсететін. Сайлауға қатысқан белгісі ретінде сол ақ киізді бөліп халыққа тарататын. Сонымен қоса хан өзінің барлық мал мүлкінді тарататын. Тек осыдан кейін барлығы үйлеріне қайтатын. Айтып өткен салт хан талапай деп аталады. Өзінің мүлкін халыққа таратқан хан о күннен бастап халықтың есебіне күн көре алады. Менің барымды ала беріңдер, халқым үшін еш нәрсені аямаймын. Ханеке, рахмет, бұл сізге. Мынау да сізге, мынау да сізге. Ханды тек бір рет қана сайлайтын. Алайда халық ханды таққа ендігәрі лайық емес деп есептесе, оны биліктен тайдыратын. Сен жаман хансың, кет. Оны жай ғана биліктен тайдырмай, сонымен қоса барлық мал мүлкін тартып алатын. Ұмытып кетпей тұрғанда осында алып кетейік. Кет дедік. Ал осы салт хан талау деп аталады. Яғни хан талау ханды тақтан құлатқан кезде, ал хан талапай ханды сайлаған кезде қолданады. Тайыр хан мен дәл солай болды. Тайыр хан қатыгез болғандықтан оған хан талау жасалды, яғни қазіргі импичмент. Тағы да бұрындық деген хан болған. Бірақ оның билік еткен кездері Қасым ханның беделі оған қарағанда жоғары болғаны соншама, тіпті бұрындық тақтан өзі бас тартып халықтың қолдауымен Қасым хан болған. Осылай қазақтар өздерінің хандарын таңдаған. Көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басқаныңызға тіпті рахмет. Коммент үшін вообще от души. Бұларды жасадыңыз ғой. Егер жоқ болса, ендеше мен соған лайықпын. Бәрі демократиялы түрде. Сіздермен болған Тарих Марих. Занимайтесь спортом